Балаңыздың миына салмақ салмаңыз. Еліміздің психологтары осылай деп ескертіп отыр. Жан-жақты болу әрине заманның талабы деп, кейбір ата-ана перзентін түрлі үйірмелерге тықпалайды. Оның қалауын, даму ерекшелігін ескермей жатыр. Әйтсе де мұның зиянды тұстары бар. Себебі кішкентайынан көп шаршайтын бала ертең толыққанды тұлға болып қалыптаспайды. Сонымен уақыт талабын назарға аламыз ба, әлде бала саулығына көңіл бөлеміз бе? Жазира Досмағамбет тақырыпты зерттеп көрді. Жарығым Су, сенің бүгін қандай сабақтарың бар? Әжетай, бүгін біріншіден менде ағылшын болады. Содан кейін мен суретке барам, а суреттен кейін мен жетіген боламын. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырған Айсу әже кенже немересін сабақтан тыс түрлі үйірмелерге тасиды. Әл-Азизаның бір бос уақыты жоқ. Немеремнің бала болып асыр салып ойнамайтынына қынжылам дейді қария. Музыкальный мектепте домбыраменен жетігенге барады. Мынау балалар оқушылар сарайына суретпен ағылшын тіліне келеді. Одан шаршап келеді, сабақ дайындауға келгенде тамағын ішуге де шамасы келмей қалады. Таңертең бала ұйықтаудың орнына жұлынап тұрғызамыз. Сосын ол балалардың денсаулығы да дұрыс болмайды ғой деп ойлаймын. Әжейдің ойы орынды, уайымдауының да себебі бар. Мұны зерттеу жүргізген психологтар растап отыр. Біраз уақыттан кейін осы балалары көп жаңағы үйірмелерге баратын ата-аналардың көпшілігі нейропатологқа көрініп жүрген, дәрігерлерді аралап жүргенін көреміз. Баланың бас ауыратын болып жүр. Өйткені баланың миы жас ерекшелігіне қарай, және баланың өзінің тек қана жас ерекшелігі емес, физиологиялық ерекшелігіне қарай салмақты көтереді. Ескерер жайт, ұл қызыңызға мектеп табалдырығын аттаған сәтте ешқандай қосымша салмақ түсірмеңіз. Балабақшадан кейін оқу ордасының тәртіп ережесін үйреніп, ортаға бейімделу қажет. Сонымен баланы жастайынан жан-жақты дамытудың екі жағын алып қарайық. Бір жағында баянды болашақ үшін музыкаға береміз, тіл сабақтары, спорттық секциялар, оның ішінде де түр-түрі бар. Бұның барлығы балаға тым ауыр. Ал екінші жағында басты байлық перзентіңіздің денсаулығы тұр. Сондықтан зерек, алғыр, білгір тұлғаны қалыптастыру үшін осы таразыны тең ұстау қажет. Жастайынан жан-жақты дамытуға бейім балғындары бар, бірақ олар тым аз, сондықтан тұлға қалыптастыруда асығыстық танытпаңыз. Уақыты келгенде бала өзі қосымша білім алуға ұмтылады. Баланың жан-жақты дамуы әлемдік деңгейдегі сапаға жауап береді. Келешекте өзінің ісінің шебері бола алуға жетелейді. Психологтардан кеңес, баланы түрлі үйірмелерге тек 10 жастан ғана апарған абзал. Жас ерекшелігін ескеріп, қарым-қабілетіне, бастысы қалауына қарай дамытқан жөн. Себебі бала балдан да тәтті балалық шағын толыққанды сезінуі тиіс. Сол кезде ғана дамуы тежелмейді. Мамандар пікірінен соң кейіпкеріміз Айсұлу Қорғанбекова да немересін тек аса қажетті үйірмелерге апаруды жөн санап отыр. Жазира Досмағамбет, Мақсат Тастенбеков, Азамат Какенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.